er жігіт болсын, атқа мінгені таққа мінсін. Айналайын Мақсұт, Айгерім, сендерге де құтты бола берсін. Мына ата-ананың арқасы, осылардың сыйлай біліңдер, өніңдер, өсіңдер. Артында жатқан кішкентай құнжақтарын өсе берсін. Сіздер де осындай үлкен той көрсін. Рахмет барлықтарыңызға. Құрметті қонақтар, мен осы үйдің келінінің әпкесінің атасымын. Менің келінім қайда? Венера қайда? Менің келінім, осы үйдің келіні менің сіңлім, осы келінімнің сіңлісі Айгерім. Бұны шақырып тұрғаным келінді. Мынау құдағиымды бір мақтайын деп бір бершіңіз. Құдағиым бір әулеттің бір жалғыз жігітке тұрмысқа шыққан 16 жасында. Мына құдағиым. Құдам бір үйдің жаңқызы болып, жаңқыз анасы болып, өмірде еңбекті қара жұмыстан трактордан бастаған. Сөйтіп осы кісіге жаста үйленіп, еңбекті шалдар совхозынан бастаған. Оны мен просто танысып өтіп кетейін деп тұрмын. Жаңа уақыт кім Мараттың әкесін айтып, оқысын сыртта білеміз. Соны таныстырып атқан соң мен де өз жағымды толық таныстырып өтіп кетейін деп жатырмын. Сол кісі еңбекпен өсіп, ақырында мына құдағиымыз өмірге қыздарды әкеле бастады, араяларды бірінен кейін бірін. Сөйтіп құданы осы кісіні өзі оқытқан, сен қашанға шейін қара жұмыс істейсің, оқы, болашағың әлі алда жаспыз ғой деп, құдағиымның өзі еңбек етіп, бойы содан өспей қалған. Әптен қара өсімге шейін қара жұмыс істеп келе жатыр. Немере, ершемері, шөпшекке кірсін жатыр қазір. Құдайдың берген малдары бар жеткілікті. Сол құдан нархозды бітіріп келіп, учетчик деген жұмыстан бастаған. Бұғалтыры болды. Содан еңбектің арқасында Көкарал совхозы құрылып, сол Көкарал совхозында главный бұғалтыр болып істеді сол кісі. Сол кісі сол совхозда главный бұғалтыр болды. Сол союз тарағанша сол совхозды өз қолымен таратты. Мен ол кісінің тектілігі, мен айтайын, ең өзі жастайынан әбден көрді. Бала шағасының бәрін оқытып, бала шағасының бәрін жеккізді. Ол кісінің енді сәл Құдай етері қалып кетті. Сол кісінің үлкен баласы Бақыт менің құдам. Яғни осы үйдің келінінің әкесі мен, менің келінімнің әкесі. Бұл Жандос деген бала бар бұлардың ортасында. Әкесі Бақыт, шешесі осы Айгерім 2 жасында авариядан өтіп кетті ол дүниеден. Сөйтіп бұлар жастай қалды, менің келінім Жандос, жаңа Айгерім. Соларды тәрбиелеген кішкентайынан мәпелеген осы менің құдағиым. Бұл кісінің еңбегі өте көп. Мен оны бұқылына айттым. Мен себебі менің мынау ең қолымдағы келінім, мені баққа қаралған келінім. Тәлім тәрбиесінен осыны айтып тұрмын. Себебі осы кісінің баққан қызының менің қолымда келінім. Сол келінім қандай? Анасынан көрмеген жақсылықты мынау әжесіне көрген. Мынау Айгерім де сол мінекен. Осының бәрін тәрбиелеген осы кісі тегі бар, жердің тектілігі бар. Осы келінімнен мен әрдайым байқаймын. Құдайға мұнда бір шүкір деймін. Құдай осындай келін бергеніне.
Осы кісінің тәлім тәрбиесін алғанына Құдайға мында бір шүкір деймін. Әрдайым айтып отырамын. Осы кісіге Құдай өмір берсін. Мінекей қазір біз келіп отқанына ерсінің бұл кісіге шөпшек болады ма? Шөбере болады. Міне шөбересінің тойына келіп отыр. Құдай қаласын сізге денсаулық берсін. Шөпшектің тойына келейік сізбен біз. Марат торты той сендердікі болса да, біз ерсінде Айгерімнің баласы болмаса Мақсұттың баласы демейміз. Біз Марат пен Тоқтың баласы дейміз оны. Мінекей бүгін атқанымды құтты болсын, тақымы мықты болсын, қолында қамшысы бар, Бауыржан атасындай қатал болсын, билейтін азамат болсын демекпін. Той боласын, көргендер жақсылық болсын. Марат, Құдай қаласа, осының жассын ғой, 50-ге толып отыр, 50-ге толған құтты болсын. Осы ерсінің тақта отыр, сен біздің жасымызға келіп, сол немерелердің той сенде көріп, шөберенің тойында көріп, жақсылыққа жете беріңдер тотыды. Бәр жақсылық тілеймін, айналайын Айгерім, сен менің апаңның тәрбиесін көрдім. Мен ойлаймын, ата-енеңнің, мен өзім келдім қандай болса, мен Айгерімді одан ажырата алмаймын. Мен Айгерімді өте жақсы көремін. Себебі Айгерім өзімнің қызымдай. Келсе қуанамын, шығарып саламын. Міне осында ата-енең бар, Құдай қаласа, ерсінің артынан неме берсін. Марат пен Тоқты соларды тәрбиелеп шаршап, олар күнін жүре берсін. Тек қуаныш тойға келейін. Қалай қаласыздар? Сөз советтен бастап бүгінге дейін қозғалды, айтылды. Қалған сөзді қадір жоқ дейді. Көп сөздің қадірі қашпаса бағасы артпайды деген. Ақсақалдың жасын берсін, апалардың жасын берсін. Осы кісілердің жасына келгенше талай тұрып тілек айтамыз ғой, Құдай деніңіз сау болсын. Кішкене сейістіп тұрыңыз, суретке естелікке қалайтын ат жақтырмаған, негізі келген қонақтардың көңіл көтересін ортасы. Той басталған әлі бір билемеді деген сияқты сөздерді естіп қалып жатқан сияқтымыз. Сондықтан да жастармен де санасып отырайық. Аналар тілек айттық, тойынамызды бердік.